Алтын арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Бүгін біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз мынандай. Манчестер Юнайтед клубы алдағы трансферлік жоспарларымен бөлісті. Эрлинг Холландты Парис Сен-Жермен алғысы келетінін жеткізді, ал Альваро Альбероа Реал Мадридтің бапкері болып қала береді. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып қойсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Ал енді әдептен озбай, көп созбай, бастайық, кеттік. Интер клубы Барселонаның ойыншысын алғысы келеді. Барселонаның сол жақ қапталындағы қорғаушысы, жұлдызшасы Алехандро Балде. Бальдені қатарларына қосқысы келеді Интер клубы. Енді Интер клубы Бальдемен сөйлесіп те үлгерген екен, және де оның қандай өзінің талаптары бар сол жайлы біліп жатыр қазіргі таңда. Бірақ Бальденің қазір 22 жаста. Бальденің келісім шарты Барселонамен 2028 жылға дейін. Ал енді Бальдеге қызығып жатқан тек қана Интер клубы емес, Интер клубымен бірге Манчестер Юнайтед те қызығып жатыр. Манчестер Юнайтед алдағы бірнеше жылға дейін сол жақ қапталды бекітіп тастауға болады деп санайды, осы Бальдені алатын болса. Енді Интер мен Манчестер Юнайтед Бальде үшін таласатын болады, таласқа түсетін болады. Ал Барселона оны оңайшылықпен жібермейді, жаңа келісім шарттар ұсынатын болады. Ал Интер осы Бальдемен сөйлесіп бастаған кезде 50 миллион евроға беруін сұраған екен Бальденің. Ал Барсаның басшылары сол кезде 50 миллион евроға біз сөйлеспек түгілі сендердің жіберген ақшаларыңды, ұсыныстарыңды ашып та қарамаймыз депті Барселона. Толыққанды 50 миллион евро деген не мазақ деп бас тартқан екен. Яғни кемі 80 миллион 100 миллион евро сұрайтын болады Бальде үшін. Виктор Осимхеннің болашағы жайлы бір талқылап өтсек, өткені жайлы да. Себебі өткені жайлы бір сұхбат берді. Виктор Осимхен мен Наполида болған кезде маған адам сияқты, ойыншы сияқты қараған жоқ. Олар маған бір ит сияқты қарады. Анда бар, мында бар. Менің қалауымды да сұраған жоқ, менен құтылуды қалады. Біз олармен келісім шарт болған еді, бізде олармен. Осы бір жылдан кейін екеуміз екі жаққа кетеміз, мен басқа клубқа барамын деген келісім шарт болған, бірақ та ол жақ Наполидің басшылары ол тарапты ұстанған жоқ, және мені қалаған жағына жібергісі келді, ойларына келгенін істеді. Бірақ жанкүйерлердің тарапында мен жайлы жаман ойлар ғана қалды. Себебі олар ашық айтты, Виктор Осимхен жаттығуға кешікті, қасындағы әріптестерімен сөзге келісе алмады деген ақпараттар таратып жүрді. Мен Наполидің жанкүйерлерін аяймын, бір шетінен түсінемін, себебі олар Наполиді ең бірінші орынға қояды деді. Қазір енді Виктор Осимхен Галатасарайға келді, 75 миллион евроға. Галатасарайда жаман ойын көрсетіп жатқан жоқ. Галатасарайда жаман клуб емес, оны Ювентусты шығарып жерейін деп тұр мінеке чемпиондар лигасынан. Оның бәрі жақсы, бірақ Галатасарай 3 жылға ғана келісім шарт жасасқан болатын, және де не себепті келісім шарт жасасқанын бәріміз де білеміз. Қазіргі осы маусымда Виктор Осимхен Галатасарайға толық көмектесетін болады, чемпиондыққа жетуге, чемпиондар лигасында жақсы өнер көрсетуге. Содан кейін оны 75 миллион евро қазір трансфер маркет порталындағы бағасы, оны 90 миллион евроға сататын болады, және ақша көреді, және Галатасарайға көмектеседі. Галатасарайға бұл екі жағынан да пайдалы болып тұр. Ал енді алдағы уақытта Виктор Осимхенді Бавария қатарына қосады деген ақпараттар шықты. Бавария өте тамаша клуб, Виктор Осимхенға әдемі жарасатын тәрізді меніңше. Бірақ Харри Кейн бар ғой жақта. Харри Кейнмен қалай үйлеседі екен? Олар алдыға екі шабуылшы қояды ма, немесе Харри Кейнді алып тастай алмайтынды шығар бәлкім. Бәлкім Харри Кейнді осы маусымнан кейін жіберер. Жалпы Бавария Виктор Осимхенға қызығып отыр деген ақпараттар шықты. Манчестер Юнайтед енді ары қарай күшейген үстіне күшейе бергісі келеді. Жазғы трансферлерді қазірден бастап дайындап жатыр, және де бапкерлік трансферді де қарастыруда. Бірақ қазір енді Майкл Керрик жақсы сенімге кірді. Қазір басылымдардың айтуынша ең бір жақын бапкерлердің бірі ары қарай Манчестер Юнайтедті баптайтын. Манчестер Юнайтедтің бапкері болуға лайықты тізімдердің қатары да шығып жатыр. Кейбіреулері Почеттино бар дейді ол тізімде, Анчелотти
Анчелотти бар дейді, Томас Тухель бар дейді, Наглисман бар дейді. Енді бапкерлердің келуіне, келмеуіне қарамастан өздерінің алғысы келетін скауттардың, спорттық директорлардың алғысы келетін ойыншылары бар. Қазір Манчестер Юнайтедтің енді кім келсе де, Манчестер Юнайтедтің жалпы спорттық директорлары алғысы келетін ойыншы, оның бірі Антони Гордон, Ньюкаслдың вингері, орталық шабуылшы болып та ойнай алатынын көрдік кеше. Осы Антони Гордонды алғысы келеді, қатарларына қосқысы келеді. Және де Ди Марконы алғысы келеді, Интердің ойыншысы. Одан бөлек жаңа айтып өткендей Бальдені алғысы келеді Барселонадан. Жалпы тізімде осылар. Және Ян Диаманды Лейпцигтен осы ойыншыны алғысы келеді. Бұл ойыншыға таласып жатқан клубтар көп әрине, бірақ Манчестер Юнайтедте өздерінің ала алатындарына сенімді. Егер чемпиондар лигасының зонасына шығатын болса, Манчестер Юнайтед биылғы маусымда онда өте мықты топ трансферлер жасауға дайын екендерін қазірден бастап жеткізуде. Парис Сен-Жерменде де өзгерістер болады. Шабуылда Дембеле кететін сияқты. Негізінде Дембеле алтын допты алғалы бергі өте қатты өзгерді. Мынау ішкі жағдайларға байланысты өз ойын айтатын болды. Бұның өз ойы бар екен ғой деген сияқты. Сондай әңгімелер айтатын болды. Бірақ соңғы ойындарда оның жарақатын айтпай қойықшы, жарақаты белгілі, нақты 100% жарақат ала беретін ойыншы ғой. Одан бөлек соңғы ойында Монакоға қарсы ойында 2-0 жеңіліп жатты. Дембеле өте нашар ойын көрсетті. Оның орнына Дезире Дуэ кірді, ойынды мүлдем басқа қылды, камбэк жасады, ойын ашылды. Дембелеге көп нәрсе байланысты. Дембеле өзіне артылған жүкті анық ақтай алмай жатыр, анық Дембеле. Сол себепті Дембеледен құтылуға қазір тырысатын сияқты Парис Сен-Жерменнің Францияның басылымдарына сүйенетін болсақ. Дембеленің орнына алатын ойыншыны да тауып қойған екен, ол Холланд. Эрлинг Холландты қатарларына қосқысы келеді. Эрлинг Холланд енді Дембеленің орнын қалай басады? Ол вингер ғой деп санасаңыздар, қазір Луис Энрике оны қазір 10-дыққа да қойып қояды, 9-дыққа да қойып қояды. Көбінесе орталық шабуылшы қылып пайдаланып жатады Дембелені. Сондықтан да ешқандай да өзгеріс болмайды, керісінше күшейеді деп ойлаймыз. Вингерлар жетеді Парис Сен-Жерменде. Осы орталық шабуылшыға осындай мықты 9-дық Холланд сияқты ойыншы керек. Холландқа қазір алғашқы ұсынысын жасағысы келеді. 200 миллион евро. 200 миллион евро қазір Эрлинг Холланд трансфер маркет порталында тұрады. Ал Манчестер Сити мен Холландтың арасында 2035 жылға дейінгі келісім шартты ойланатын болсақ, тағы да бір 50 миллион евро қосып жіберуге болатын шығар. Сонымен 250-260 миллион евроға сата алады Манчестер Сити Эрлинг Холландты. Ал Эрлинг Холландты 250 миллион евроға алатын болса, Парис Сен-Жермен өздерінің рекордтарын, жалпы трансфердің рекордын тағы да бұзады. Неймарды кезінде 222 миллион евроға алған еді. Альваро Альбероа Реал Мадридтің бас бапкері болып қала береді деген ақпараттарды көп шығаруда. Альваро Альбероа келген кезде, басындағы бірінші ойындарда, алғашқы ойындарда Альбасетеге жеңілген кезде бәрімізді таңғалдырды. Және де бәріміз деген едік, мынау ұзаққа бармайды деп. Бірақ ұзаққа барамын деп бұл өз-өзін дәлелдеп жатыр Арбелоа. Альваро Альбероа неге өз-өзін дәлелдеді, неге қалатын болды деген ақпараттар шығуда. Жалпы біз алдыңғы басылымдардың, шығарылымдардың бірінде айтқан болатынбыз. Егер де Альваро Альбероа Бенфиканы өтетін болса, және де Ла Лиганы алатын болса, қазіргі Реал Мадридтің талабы осындай екен. Бенфиканы өтіп, Ла Лиганы алса, ары қарай жұмысын жалғастыруға мүмкіндік береміз деген екен. Және де бұл екеуінде орындаған сияқты, біріншісі Бенфиканы үйіне барып тұрып жеңіп алды 1-0, және Сантьяго Бернабеуде беріп қоймайды деп ойлаймыз. Ал екіншіден Ла Лиганы алуға да бір қадам жасап қойды ғой. Осы Альваро Альбероа келген кезде Барселонадан Реал Мадрид 4 ұпай қалып тұрған болатын, қазір 2 ұпай алда тұр. Керемет жақсы ойын көрсетуде. Осы Альваро Альбероа қалады деген ақпараттарды айтуда. Альваро Альбероа қазір ішкі атмосфераның бәрін жақсартты, және де алаңда еркіндік берді ойыншыларға. Винисиус өзі бұрынғыдай алғашқы кездеріндегідей алдап өте алатын сезінді, көп алдайтын болды, және барлық ойыншыларға көбінесе еркіндік берді. Карло Анчелоттидің ұстанып жүрген сияқты бұл бапкер. Егер дәл осылай жалғаса беретін болса, Реал Мадридтің жеңістері әлі көп болады, және де Альваро Альбероаға бір мүмкіндік беруі керек. Бәрі жақсы істеп тұр, бәрі дұрыс тұр, нағып бапкер ауыстырасың сен. Нормально, бәрі әдемі тұра берсін.
қышымаса шұқыма деген сияқты ешқандай нәрсе керек емес кезде оны ауыстырып ары қарай бүлдіріп қажеті жоқ сияқты меніңше. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаруға тырысамыз. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Қолдап жүрген достарға тек қана алғыс айтамыз.